Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 14 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Оқушылар, бүгін біз ат қою деген тақырыппен танысамыз. Біз бұл сабақта ат қоюдың маңызымен, дыбыс үндестігінің түрлерімен, ықпал түрлері және олардың өзіндік ерекшеліктерімен танысамыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Менің атымды айтатын болсам, тілім таңдайыма жабысып қалатындай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт деп ойлаймын. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа жағымды, әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова тәтеше айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгел өзіне ұнамайды-ақ. Әттең, қолдан келсе, табан астында өзгертіп, әдемі аттардың бірін иемденіп алар едім. Бірақ амалың нешік? Сен қызылшақа болып жөргекте жатқанда, сондағы ақымақтығыңды пайдаланып әке-шешең немесе шілдеханаға келіп даулап отырып, басқа біреу солай атап жіберген. Міне осы күннен, сол мезеттен бастап әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайыңа шапталған да қалған. Енді оған көзің тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да маңдайыңа іліп жүре бересің. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Баланың 5-6 жасқа толғанша тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Тапсырма: айтылған ойды жалғастыр. Адам өзінің атын мақтаныш көріп, соған лайық болу керек. Өйткені Майқанова апайша айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Әр халықтың балаға ат қоюға қатысты өз дәстүрі бар. Мысалы, қытайлықтардың ат қоюы қызық болады екен. Баланың 5-6 жасқа дейін тәуелді аты болмайды. Ал баланың есі кірген шақта ұнаған есім өзі таңдап алады. Тапсырма: өз есімдеріңнің беретін мағынасын айтыңдар. Мөлдір деген есім таза, пәк, су секілді мөлдір, таза дегенді білдіреді. Тапсырма: сенің есіміңді кім қойған, өзіңе ұнай ма? Егер қайта таңдауға мүмкіндік болса, қандай есімді таңдар едің? Неге? Менің есімімді анам қойған. Есімі өзіме қатты ұнайды. Егер маған атымды ауыстыруға мүмкіндік болса, өз атымда қалуды таңдар едім. Дыбыс үндестігі ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал. Дыбыс үндестігі 3-ке бөлінеді: ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысқа ықпал етіп, өзіне ұқсата әсер етуі ілгерінді ықпал деп аталады. Кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсер етуі кейінді ықпал деп аталады. Қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ілгері кейінді ықпал етуі тоғыспалы ықпал деп аталады. Екінші тапсырма: берілген кісі есімдерін айтылу бойынша жазыңдар. Ықпалдың түрлерін анықтаңдар. Ағмарал, Қыз жібек, Ақжүніс, Есжан, Досжан, Қосжан, Ақжан, Пайжан, Елшан, Есбол, Алмасбек, Аманғали, Бағдәулет, Тасболат. Үшінші тапсырма: кейінді ықпалды тау басын сызыңдар. Тарағы, ұзындығы, күрегін жаққан. Төртінші тапсырманы орындау үшін оқушылар 16-шы аудионы мұқият тыңдаңыздар. Бірінші тапсырма: нәрестеге ат қою рәсімі қалай іске асады? Жаңа туған сәби болашақта сыйлы, құрметті үлкен азамат болсын деген үмітпен ата-анасы жасы үлкен сыйлы адамға ат қоюға қолқа салады. Азан шақырып қойған аты деген тіркесті қалай түсінесіңдер? Азан шақырып ат қою мұсылмандықты қатаң ұстанатын ортада нәрестеге ат қоюды рәсімдейтін ғұрыптың ерекше түрі. Әкесі не анасы баланы қыблаға қаратып ұстайды. Ат қоятын молда намазын өтеп, азан шақырып баланың құлағына таңдалған есімді 3 рет атайды. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.